әкімі Бозталда кішкене су кеп сол жақта кеткен. Абай облысы мәслихатының 35 сессиясының жұмысына 29 депутаттың жергілікті қатысып отыр. Онлайн қосылғандар үшін белгілі себептермен 4 депутат келген жоқ. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 10-11 баптары негізінде Абай облысы мәслихаты сессиясы өз жұмысын бастауға құқылы. Кезекті 35 сессияны ашуға дауыс беруіңізді үшін қолдайды. Қарсы қалыстықтарға жоқ. Абай облысы мәслихаты сессиясы ашық деп жарияланады. Бүгінгі сессия жұмысына облыс әкімінің бірінші орынбасары Садыр Еркебұл Абылқайырұлы қатысып отыр. Мемлекеттік мекемелердің басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері осында. Құрметті депутаттар, сессия жұмысына редакциялық комиссияны және есеп комиссияларын сайлау қажет. Редакциялық комиссияны 3 депутаттан сайлау туралы ұсыныс бар. Құрманбаев Марат Серікжанұлы, Мақұлова Андреева Владимировна, Ахметов Серік Рақышұлы. Ұсыныстар бола ма? Жоқ болса да осыда саламын кім қолдайды? Қарсы қалыстырғандар шешім қабылданды. Есеп комиссиясына келесі депутаттар ұсынылады. Майжанов Алихан Көкенұлы, Юсупов Алтай Ахметқалиұлы, Қасенов Қайырлы Амангелдіұлы. Ұсыныстар бар ма? Жоқ болса да осыған кім қолдайды? Қарсы қалыстырған жоқ. Сессияның регламентін ұсыну рұқсат етілді. Күн тәртібіндегі мәселелерді қарау жөнінде әр сұрақта 10 минутқа дейін, жарыс сөздерде, сөйлеу беттерде және мәжіліс соңында анықтамалар 3 минутқа дейін. Сессия жұмысының регламенті бойынша басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ болса да осыдан кім қолдайды? Қалыстырған регламент бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібінде қарауға келесі мәселелер ұсынылады. Бірінші, Абай облысы су тасқыны кезеңінің дайындығы туралы баяндамашы жұмылдыру дайындығы аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының басшысының міндетін атқарушы Сахариев Мақсат Сәбитұлы. Қосымша баяндамашы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдай алдын алу басқармасының бастығы Алдоңғаров Нұрсұлтан Ерланұлы. Екінші, Абай облысындағы туристік саланың қазіргі жай-күйі мен даму перспективасы туралы баяндамашы туризм басқармасының басшысы Бақыш Егжан Мейрамбекұлы. Үшінші, Абай облысы бойынша жергілікті маңызы бар тарихи және мәдениет ескерткіштерді пайдаланғаны үшін жалдау ауқымының мөлшерлемесін бекіту туралы баяндамашы мәдениет тілдерді дамыту және архив басқармасының басшысы Омархан Данжібек Абдуалиұлы. Төртінші, облыстық мәслихаттың 2026-28 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы шешімді өзгерту туралы. Бесінші, Абай облысы 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы мәслихат шешімді өзгерту туралы. Баяндамашы экономик және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Құдайбергенқызы Роза. Алтыншы, облыстық мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасының келіп түскен Абай облысының елді мекендерін екпелерін жасау, күтіп, баптау және қорғау қағидаларын бекіту туралы шешіммен наразылық қарау туралы. Жетінші, облыстық мәслихаттың Абай облысының елді мекендерін екпелерін жасау, күтіп, баптау және қорғау қағидаларын бекіту туралы шешіммен өзгерту туралы. Баяндамашы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Теміржанов Марат Қапарұлы. Сегізінші, Абай облысы мәслихатының кейбір шешімдеріне күш жойуды тану туралы. Баяндамашы ауыл шаруашылығы басқармасының басшысының міндетін атқарушы Тоқтарханов Мирас Маратұлы. Тоғызыншы, Абай облысының басқару схемасын бекіту туралы. Баяндамашы Абай облысы әкім аппаратының басшысының орынбасары Есенжолов Нұржан Ерғалиұлы. Оныншы, кәмелетке толмағандардың істер және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия құрамының өткізілуі туралы. Баяндамашы білім басқармасының басшысының орынбасары Құманова Айжан Абдалиева. Құрметті депутаттар, шешім қолдарыңызда бар. Шешімнің жобасын
сәби туына беріледі. Қайырлы күн, Шалқар Өмірмекұлы, Ербол Әбілқайырұлы, құрметті депутаттар. Облысымызда су тасқынының алдын алу дайындық шеңберінде бірқатар елді мекендерде инженерлік қорғау жоспарлары іске асырылды. Қосымша жоспардан тыс 41 алдын алу іс-шарасы жүзеге асырылды. Жалпы алғанда облыс аумағында елді мекендерді, кәсіпорындарды, әлеуметтік мақсаттағы нысандарды, автомобиль және темір жолдарды, көпірлер мен басқа да нысандарды су басудың алдын алу мақсатында өңір бойынша 33 километр қорғаныс бөгет, 33 шақырым қорғаныс үйінде бөгет жасалды. 19 арықта километр арық салынды және тазартылды. Автомобиль және темір жолдардың арасындағы 25 су өткізу құрылысы орнатылды. Елді мекендерден 457 мың шаршы метрден астам қар шығарылып, 172 мың шаршы метрге жуық елге қар суы сорылып шығарылды. Өзен арналарының қауіпті учаскелерін 32-де 4 километр көлемінде жағалауды бекіту, арнаны тереңдету және түзеу жұмыстары жүргізілді. 12-де 2 мың шаршы метр көлемінде қамыс шабу жұмыстары атқарылды. Әкімдіктер тарапынан 62 мың дана қап, 12 мың тонна инертті материалдар, 150 тонна жанар жағармай қоры дайындалды. Мұз жағдайын және ағымдағы жылдың наурыз айының сегіз жиналуы мен мұз кептелістерінің пайда болу ықтималдығын ескере отырып, облыс бойынша практикалық жарылыс жұмыстары 2026 жылдың наурыз айына жоспарланған болатын. 2026 жылғы 6 наурыз күні Ертіс өзенінде Семей қаласында 9360 шаршы метр аумақта мұз жарылыстары жүргізілді. 2026 жылғы 10 наурыз күні өз өзінде Бородулиха ауданы Красный Яр және Речной ауылдар маңында 10526 шаршы метр аумақта жарылыс жұмыстары жүргізілді. Бесқарағай ауданының Жетіжар және Кривинка ауылдарында наурыз айының 20 күні жалпы көлемі 25200 шаршы метр аумақта жарылыс жұмыстары жүргізілді. 2026 жылғы 20 ақпан және 17 наурыз күндері жұмыс топтары көктемгі су тасқынына қарсы іс-шаралар бойынша ықтимал су басу қаупі бар елді мекендерді әуе визуалды мониторингін жүзеге асырды. Шұғыл шығындар мен төтенше жағдайларды жою үшін 2,7 миллиард теңге көлемінде облыста төтенше резерв қалыптастырылды. Халықты эвакуациялау жағдайында 84 уақытша орналастыру қойылды. 13 қалада жетістік аудандарда айқындалды. Сыйымдылығы 11249 адам. Республикалық маңызы бар жолдарда 1336 су өткізу құбырлары бар. Олардың 1323-і тазартылды. Бұл 99% құрайды. Және 85 көпір тазартылды. Бұл 100% құрайды. Облыстың маңызы бар жолдарда 31 көпір орналасқан. Оның 31-і тазартылды. Және 774 су өткізу құбырларын құрайды. Оның 737-і тазартылды. Аудандық маңызы бар жолдарда 966 су өткізу құбырлары бар. Олардың 966-сы тазартылды. Және 90 көпірдің 90-ы тазартылды. Облыс аумағында 51 су реттейтін гидротехник құрылыстар бар. Су қоймалары 10, тоғандар 15, бөгеттер 6, гидротораптар 20. Олардың ішінде 24 республикалық меншікте, 19-ы коммуналдық меншікте, 8-і жеке меншікте. 28 нысан қанағаттандыру жағдайда, қалған 23-і қанағаттандырусыз жағдайда. Оның 4-і транзиттік. Облыс аумағында еш және апатты гидротехникалық құрылыстар жоқ. Барлық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне ауыстырылды. Аталған бағыт бойынша тәулік бойы мониторинг жүргізіледі және тұрақты бақылауда болады. Баяндама аяқталды, назарларыңызға рахмет. Рахмет, баяндамашы сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, екінші баяндамашы Сұлтан Ерланұлына береді. Баяндамасын тыңдамай ақ қояйық, сұрақ жауапқа көшейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ бар, балапан не болады? Балапан бойынша непосредственно уже берсем қазіргі уақытта идет повышение уровня воды. Это связано с тем, что именно с местности Балапан, которая находится в высшей точке самого населенного пункта Бустал. Я думаю, все прекрасно знаем. Вы подскажите, пожалуйста, сколько домов подходил к двору? Вчера, по-моему, вода обращается. Она, по-моему, полагает, что сколько домов? На данный момент официальная информация, что есть подтопленные дома, А с водой? Вороте и Крым. Ужасно.
Жақсы, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Ұсынылған шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауыс тасталған кім қолдайды? Қарсы қалыпталған шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Егізжан Мейрамбекұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Ербол Әбілқайырұлы, Шалқар Заманбекұлы, депутаттар және әріптестер. Алакөл демалыс аумағының дамуы бұл облысымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі драйверларының бірі болып табылады. Соған байланысты өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы демалушылардың тарапынан үлкен наразылықтар тудырды. Мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жағынан сыни пікірлер айтылды. Соған байланысты облыс әкімі Берік Уәлиұлының тікелей тапсырмасымен Алакөлдің 26-28 жылдарға даму бойынша жол картасы әзірленді. Жол картасы бізде 43 тармақтан тұрады. Бұл жерде нақты биылғы жылы және осы 2 жыл қатарынан жүзеге асырылатын жұмыстардың тізімі көрсетілген. Алакөл аумағын 300 гектардан 3000 гектарға дейін көйту ол біздің жоспарымызда бар. Бүгінгі күні Алакөл аумағында 20 мың демалушы болатын болса, оны 75 мыңға жеткізу алға қойған мақсатымыз. Биылғы жылғы даму бойынша нақты мастер-план жасалған. Слайдтың келесіне ауыстыратын болсаңыздар, нақты мастер-план. Бұл жерде жаңа 43 тармақтың нақты қай жұмыс қай жерде атқарылатын бойынша мастер-планда көрсетілген. Ең бірінші үлкен мәселелердің бірі ол бүгінгі күні жағажайды бекіту. Жағажайды бекіту бойынша жобалық сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан шықты 28 желтоқсан күні. Бүгінгі күні бұл жобаны жүзеге асыру үшін орталықтан қаражат сұрап отырмыз. Яғни облыстың бюджетімен бүкіл жобаны жүзеге асыру мүмкіндігі жоқ. Сондықтан 30% өзімізді қалғанына СГФ-тен қаражат сұрап жатырмыз бүгінгі күні. Екінші мәселе ол өзіміз білетіндей Алакөл демалыс аумағында электр күшінің жоқтығы 72 шақырымға жуық электр желілерін тарту жобасы қарастырылған. Бүгінгі күні энергетика басқармасымен толығымен жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді. Мемлекеттік сараптамадан өтті. Болжамдық құны бүгінгі күні 7-9 миллиард теңге қаражат. Әрине бұл қаражатта облыстық бюджет есебінен алып шығу қиын, сондықтан 30% өз қаражатымыздан, 70% орталықтан бүгінгі күні қаражат берілді. Үлкен мәселелердің бірі ол демалушылардың былтырғы жылы наразылық білдіргені байланыс жүйесінің әлсіздігі. Сондықтан биылғы жылы 2 антенна мачталық құрылғылардың орнатылады. Олар бойынша бүгінгі күні ұялы телефон операторлары жұмыстарын бастап кетті, мачталар құрылып жатыр. Аудан тарапынан жер бөлінді, 2 жерде орналастыратын болады. Сонымен одан бөлек оптикалық талшықты интернет желілері тартылатын болады. 155 камералар орнатылады. Ол камералар бүгінгі күні жұмысы басталып кетті, камералары орнатылып жатыр. Былтырғы жылдан 80 камера бізде бүгінгі күні орнатылған, солардың барлығын қосып, былтырғы камералар жөндеуден өткізіп, камералардың есебін 250-ге дейін жеткізейік деген болжамымыз, есебіміз бар. Бүгінгі күні өрт сөндіру депосының жұмысы жалғасып жатыр. Былтырғы жылы бізде 141 миллион теңге бөлінген, іргетасы қаланды. Құрылыс жұмыстарын ары қарай жалғастыру үшін қаражат қажет, орталықтан бюджеттік өтінім берілді. Құтқару станциясының Алакөл аумағында, демалыс аумағында құтқару станциясының құрылысы толығымен аяқталды. Бүгінгі күні қаражаты бөлінді. Аудан тарапынан сатып алу жұмыстары жүріп жатыр. Кейіннен осы сәуір айының орта кезеңінде толығымен процедуралар аяқталғаннан кейін төтенше жағдайлар департаментіне құтқару станциясы берілетін болады. Төтенше жағдайлар департаменті өз тарапынан толығымен құрам, материалдық техникалық базасы толығымен жабдықталған. Яғни биылғы шомылу маусымына дайындығы жоғары деңгейде. Ең үлкен жұмыстардың бірі ол мына Алакөл демалыс аумағын толығымен 10 шақырымға жуық жерді қоршау.
визит центрдің салынуы. Келесі. Осындай эскиздермен отыр, бірақ нақты бұл жерде облыс әкімімен әлі бекітілмеген. Визит центр бізге қажет, себебі демалыс аумағына келушілер, олар осы визит центр арқылы толық демалыс аумағындағы демалыс орындары бойынша ақпарат алады, олармен байланыстырады. Сол жерде егер де демалыс алушылар жағынан наразылық болатын болса, осы визит центрға келіп шағымдарын айтады. Визит центрлар шетелден келген қонақтарымызды, инвесторларымызды қарсы алуға, күтіп алуға, конференц залдарда жиындарды өткізуге қол жеткізеді. Ол барлық бүгінгі заман талабына сай демалыс орындарында бар дүние. Одан бөлек Визит Абай мемлекеттік коммуналдық мекемесі құрылды. Бүгінгі күні бұл жерде бұл туристік мүмкіндіктер бойынша инвестицияларды тарту, қалыптастыру, туристік нарықта өнімдерді жеткізу, халықаралық деңгейде осы ішкі өнімдер болсын, туристік субъектілерді дамыту бойынша, жағдай жасау бойынша осы коммуналдық мекеме құрылды. Бүгінгі күні штат саны анықталды, толығымен бюджеттік өнім бюджетке өздерінің назарларыңызға ұсынылды. Айта кететін болсақ, салыстырмалы айтатын болатын болсақ, былтырғы жыл мен биылғы жылдың қаражаты. Былтыр бізде 1 миллиард қаражат бөлінетін жағдайда, биылғы жылы бұл қаражатымыз 2-4 миллиардқа бөлінді. Саралап айтатын болсақ, бұл абаттандыру жұмыстарына 705 миллиард теңге, құтқару станциясын сатып алуға 564 миллион теңге бөлінді. Бейнебақылау камералары, жаңа талшықты интернет, АМС діңгектеріне 277 миллиард теңге қаражат бөлінді. 4-3 километр жағалау көшелерін толығымен демалыс аумағында көшелерді жөндеуге 257,9 миллиард теңге бөлінді. Инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға, оларға жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеуге 267 миллион теңге бөлінді. 73,3 миллион теңге бұл санитарлық жұмыстарды жүргізуге арналған қаражат. Бұл жерде айта кететін болатын болсақ, санитарлық тазалау жұмыстары өте маңызды. Көптеген мердігерлер олар 2 айға анықталады. Сондықтан олардың арқалы даму перспективалары болмағандықтан кейін бұл жерде жұмыстың өзі де салғырт жүреді. Сондықтан бұл жұмыстарды 3 жылға жариялайық деп отырмыз. Яғни бір мердігер ұйым болады. Сол мердігер ұйымның мойнына жүктеледі. Ертеңгі күні қоқыс жәшіктерін өз есебінен көбейтуге, жаңа қоқыстарды шығаруға, техникаларды жұмылдыруға, сатып алуға мүмкіншілігі бар. Яғни 3 жылға оның даму жоспары болады деген есептейміз. Келесі. Шаққан Заманбек, бағана біз бірлескен отырыста бір 40 минуттай осы туризм туралы біз ақылдасқанбыз. Және де біздің енді айтқан сұрақтарымыздың несі осы біздің бюджеттен 2 миллиард 400 миллион ғана бөлінген. Ол аз. Егер де бұл мемлекеттік бағдарламалы туризм дамыту. Біздің Абай облысында мен ойлаймын, бұны мемлекетке шығу керек, сондықтан бізге ақша, қаржы жағынан сол жағынан біз жұмыс істеуіміз керек. Өйткені қазір біз Алакөлді алсақ, көп сұрақтар бар, коммуникация, инженер нысандар, кәріз жүйелерді жөндеу сияқты. Және де ол 1-2 ай ғана жұмыс істеген екен, ол жұмыс өнбей жатыр. Соны 4 мезгіл жұмыс істеу жағын қарастыру дегенде, сондай сұрақтарды біз талқылағанбыз туризм туралы. Оны біз енді ағай, соны депутаттар болама, біз ағай мемлекет басшысына шығуға, соны осы туризм дамуға мемлекет бағдарлама нысандарының еске кіргізу бағдарламасына кіргізу туралы сұрақтар айтылды осында. Және тағы бір көтерілген енді мынау туризм болғаны музей деді ғой. Бізде көптен көтеріп жүрген мына музей, полигон музей деген. Сонда бізде туристерге шетелде бәрі осы музей көргісі келеді. Бізде Семейде мына институт бар, содан кейін бізде Курчатов қаласы. Бізде ой осы қалада бейбітшілік аралығында бір музей салсақ деген біздің өзіміздің ұсынысымыз бар. Соны қолдап келіп биыл біздің осы полигон жапқанымызға 35 жыл болады. Осы жағынан тоже қарастырса дұрыс болады. Және Бекжан Мейрамбекұлы бәрін дұрыстап айтты, біз қолдаймыз. Көп жұмыстар алда қойған бағдарлама бар екен, барға бірігіп, соны ағай дамытуға бәріміз атсалысамыз деп ойлаймын.
Рахмет. Рахмет, онда орынға отыруға болады. Ұсынылған шешім жобасы қолданысына сіз жаңа сұрақ беруіңізді тезірек отырсыз. Қарамға десіз. Құрметті Чалдызбайұлы, Ерболат Рухайұлы, әріптестер, қатысушылар, жаңа осы туризм бойынша біраз сұрақтар болды. Сол жерде біраз мәселелер айтылды. Ол айтқан кезде қазір енді келісеміз деген емес, оны мейрамбегіне айтылдық. Бұл жерде 267 миллион СМР-дің өзіне ғана бөлінді. 267 миллион СМР-дің өзіне ғана, ол СМР жасалынса 2 жылдың ішінде ол аяқталу керек ол шаруа. Содан кейін екіншісі, тағы да бір мәселе, 7,6 миллиард теңге 72 километрге бөлінген тоқтатуға. Сол кезде километріне 105 миллионнан айланып тұр. Осы жерде де, яғни экспертиза шыққанша, эксперт шықса да мынау өте жоғары бар. Бұл нәрсені негізінде осы жерде талқылауға келгеннен кейін ұсыныс ретінде осында тағы да қарастырып қойса болады еді. Осы ұсыныс. Жақсы. Алакөл аумағында толығымен инфрақұрылымдық жобалар бойынша бүгінгі күні жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп жатыр, оған қаражат бөлінді. Кейіннен шыққан жобалар бойынша талқылап пысықтай жатырмыз сіздермен. Ал бүгінгі күні жаңа сіздің айтып отырған ескертуіңіз бойынша энергетика басқармасымен тағы да бұл жобаларды пысықтап аламыз. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Алып қалған қарсылығы жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Жанжібек Абдулбекұлына сөз беріледі. Баяндаманы тыңдадық, давайте сұрақ қойыңыз. Жақсы, онда сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жоқ болса, Оған шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Қарсы, қалған шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша Роза Құдайбергенова сөз беріледі. Құрметті депутаттар, мәслихат сессия шешімінің жобасында облыстық бюджет көлемінің меншікті кірістер көлемін ұлғайту есебінен 6 миллиард теңге, сондай-ақ бағалы қағаздардың түсімі көлемінен, сонымен қатар жыл басында жылдың бюджеттің орындалуының нәтижесінде қалыптасқан бос қалдықтар есебінен және Абайға келген акциясы аясында өңірлерде үстін қаражат есебінен ұлғайту, келесі бюджет бөлігі шығыстарға ұлғайту жоспарланып отыр. Ол агроөнеркәсіптік кешенді белгілерін субсидиялауға қаржыландыру жалпы 5,6 миллиард теңге қосымша қаражат жоспарланып отыр. Семей қаласы Қарағайлы тұрғын ауданында 4 көппәтерлі тұрғын үй құрылысының басталуына 5 миллиард теңге. Азамат акциясы аясында Семей қаласының Ұсыныстар түсіп отыр, жараттың ағырды. Онда сұрақ болса, бюджетті нақтылау аясында қандай әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларға бірінші кезекте қаржы бөлінді? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, бюджеттік қаржыдан бөлек өзге көздер есебінен жобалар жүзеге асыру жоспарланып отыр ма? Өзге көздер есебінен басым жобалар жүзеге асырылып отыр ма? Бірінші сұрағыңыз бойынша қандай басым жобаларға дейін осы бекітілген 26 жылға өздеріңізге бекітілген бюджетте бюджет көлемінде 20 миллиард теңге даму бюджеті қарастырылған. Бұл жерде ең бірінші жобалық сметалық құжаттамалар әзірленген. Өйткені келесі жылға жобаларды іске асыру үшін жобалық құжаттама дайындалу керек. Және де жылдан өтпелі жобаларға қаражат бөлініп отыр және 36 жаңа жобаны бастауға жоспарланып отыр. Бұл қаражаттың көзі республикалық бюджеттен 4 миллиард теңге, қалған 6 миллиард теңге облыстық бюджеттен бөлініп отыр. Екінші сұрағыңыз бойынша бюджеттік қаржыдан бөлініп дедіңіз ғой, өзге көзі бұл жаңа алдыңғы айтып
транспорт туризм басқармасы айтып кеткендей арнайы мемлекеттік қордан қаражат жоспарланып отыр. Барлығы 56 миллиард теңгеге оның бірінші жобасы бойынша Мұржақ терминалы салу бойынша қаражат келіп түсті. Қалған жобалар пысықталуда министрліктермен. Сонымен қатар бюджеттің қаражаты барлығына жетіспеушілігіне байланысты және материалдық бюджеттік мекемелердің материалдық техникалық базасын нығайту үшін лизинг арқылы былтырғы жылы бірінші кезеңде 386 техника алынды және қазіргі екінші кезеңде пысықталып жатыр. Бұл жерде 361 техника сатып алу жоспарланып. Дипломмен ауылға жобасын жүзеге асыруға байланысты қанша қаражат қарастырылды және ол қаншалықты маманды қамтиды аясында? Дипломмен ауылға жобасы бойынша жылда қаражат қарастырылады. Бұл кредит несиелі үй салуға немесе сатып алуға және көтерме жәрдемақы дейміз. Несие беруге биылғы жылы 936 миллион теңге қарастырылып отыр және көтерме жәрдемақы 157 миллион. Жыл сайын енді аудан орталықтарына бір кредит несие мөлшері, ауданда бір мөлшері 8 миллион 600 болса, аудан орталықтарына 10 миллион 800-ге үй сатып алуға немесе салуға болады. Жыл сайын бізді 90 мамандарға осындай көмек көрсетіледі. Қосымша ақша қарастырылады және туризм басқармасы басшысының айтып кетті. Бұл бекітілген бюджетте бөлініп отыр. Жол картасы облыс әкімінің бекітілді. Сол жол картасы бойынша биылғы жылы қандай жобалық сметалық құжаттама, келесі жылдары ол құжаттама дайындалған қаражат сұрастырылатын болады. Ірі жобалар болатын болса, қалған жобалары жергілікті бюджетте қарастырылатын болады. Ол бір қатып қалған сома емес, ұлғайып отыру. В целом объем собственных доходов сумма составляет 171 миллиард, в том числе при формировании бюджетного бюджета учитывается новый налоговый потенциал, то есть из них 20 миллиардов это налоговый потенциал, это дополнительные резервы должны поступить. На сегодня это по состоянию на 30 число марта это 23% от годовой тарифной поступила. В целом планируем, что ожидаем, что будет выполнен исполненный прогноз. Но по уровню семьи должны переходить. Еще вопрос онда шешім жобасы қолданыңызда бар, осы саланы кім қолдайды? Қарсы талаптардан жоқ, шешім қабылданды. Жолдау төлемі екінші мәселе беруге сұраймын. Құрметті депутаттар, сіздердің назарларыңызға облыстың даму жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім жобасы ұсынылып отыр. Негізінен қолданыстағы заңнамаға сәйкес даму жоспарына президенттің және үкіметтің тапсырмаларын орындау үшін ғана өзгерістер мен толықтыруларға енгізуге жол беріледі. Мемлекет басшысы былтырғы жылдың 17 қарашасында Қазақстан Республикасы үкіметінің қалалардың сыртқы келбетін жақсарту мәселесін облыс әкімдерімен пысықтап нақты жұмыс жүргізу керектігін тапсырған болатын. Осыған байланысты қалалық ортаны дамыту шаралары мен облыстардың даму жоспарларын толықтыру тапсырылып отыр. Құрылыс және өнеркәсіп министрлігінің ұсынысына сәйкес өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі негізгі ұлттық индикаторына қол жеткізу үшін Семей, Курчатов, районный шар қалаларының орталық көшелеріндегі ғимараттардың қас-кеттерін, қоғамдық кеңістіктерін жөндеу, аула аумақтарын
тұрақты комиссия отырысында қаралды, шешім жобасы қолданылды. Кім қолдайды? Қарсы, қалыстардың шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе бойынша хабар өндірмейміз ба? Қысқаша айтшы. Рахмет. 7 сағат қарап. 7-ші мәселе бойынша сұрақтар болмаса, онда дауысқа салынып, содан келесі жолы қолданылған кім қолдайды? Қарсы, қалыстардың шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе бойынша мирас мақұлын берді. Тыңдайды ғой? Рахмет, қолымызда бар. Онда орнымыз отыра беруге болады. Тұтынылған шешім жобасы қолданылса, дауысқа салынып кім қолдайды? Қарсы, қалыстардың шешім қабылданды. Қайырлы сағат Күн тәртібі 7-9 мәселе бойынша сөз Нұржан Бердәліұлына беріледі. 12-де. Рахмет, орнында болады. Соған шешім жобасы қолданылды бар. Кім қолдайды? Дауыс қарсы қалыстырылды. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 10-ші мәселе бойынша сөз Айжан Абдығалиевнаға беріледі. Тыңдадық. Рахмет, орнында болады. Соған шешім жобасы қолданылды. Дауыс қосылған. Қарсы қалыстырылды. Шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралды. Енді кезекті регламентке сәйкес депутаттық сауалдарды көшіруге. Депутаттық сендер өз депутаттық сауалын үшін сөз баяндаумен сұрауға болады. Әріптестер, менің сұрағыма Абай облысы жолаушылар көлігі және Құрметті әріптестер, менің сұрағым Абай облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына ұсынылады. Құрметті Мерей Бақтыбекұлы, облыс тұрғындарының келіп түсіп жатқан көптеген өрттерге байланысты, сондай-ақ жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Абай облысы аумағындағы автомобиль жолдарын жөндеу жұмыстарының сапасы мен қарқыны мәселесін көтеруді қажет деп есептеймін. Бүгінгі таңда бірқатар автомобиль жолдарының жай-күйі тұрғындар тарапынан орынды сын тудырып отыр. Әсіресе бұл мәселе ауданның аралық бағыттардағы және елді мекендер ішіндегі өткір байқалады. Мұнда жол жабындысы қанағаттанғансыз жағдайда, ал жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстары ұзақ мерзімде нәтиже бермейді. Жөндеу уақыты ішінде қайта қалпына келтіруді қажет етеді. Бұл технологиялардың сақталмауы, сапа бақылауының жеткіліксіздігі және бюджет қаражатының тиімсіз игерілуі мүмкін екенін көрсетеді. Ерекше алаңдаушылық тудыратын мәселелер жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының төмен сапасы, жол инфрақұрылымын дамытуға жүйелі көзқарастың болмауы, берілген ұйымдардың жұмыстары орындау мерзімдерін сақтамауы, бюджет қаражатының жұмсалуына бақылаудың жетіспегендігі, жол жөндеу жоспарлары мен мерзімдері туралы халықтың жеткіліксіз хабардар болуы. Осыған байланысты сізден келесі ақпарат ұсынысты сұраймын. Бірінші, ағымдағы жылы жөндеуге жататын Абай облысындағы автомобиль жолдардың тізілген жұмыстарының көлемі мен мерзімдерін көрсету отырып ұсыну. Екінші, жолдарды жөндеу мен күтіп ұстауға бөлінген бюджеттен қаражаттың жалпы көлемі және олардың игерілуі деңгей туралы дәлелет беру. Үшінші, жобаларды іске асыруға тартылған мердігер ұйымдар және келісімшарттардың қандай шарттармен
жасалған туралы түсіндіруі. Төртінші, жүргізіліп жатқан жұмыстардың сапасын бақылау тетіктері, оның ішінде техникалық және қоғамдық мониторинг жүргізу туралы ақпарат ұсыну. Бесінші, жұмыстардың мерзімі мен сапасын бұзған мердігерлерге қатысты қандай шаралар қабылданатынын көрсету. Алтыншы, орындалған жұмыстар бойынша кепілдік міндеттемелер қарастырылмаған, оларды кім және қалай бақылап отырғанын хабарлау. Жетінші, облыстың ауылдық және шалғай аудандардың жол инфрақұрылымының кезең-кезеңмен жақсарту жоспарлауын түсіндіру. Жол инфрақұрылымының тиімді әр сапалы дамыту өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі факторларының бірі болып табылады және халықтың өмір сүру деңгейіне тікелей әсер етеді деп санаймыз. Жауапты мәслихатты беруге сұраймын. Құрметті әріптестер, қосып қосайын дегенім, мына сұрақ шынында маңызды, халық шындықтарда шулап жатыр. Былтыр қанша жұмыс атқарды өздеріңіз көрдіңіздер, қаламыз, аймағымыз жайлап жақсы болып қалды жолдар түгел. Қазір міне қар кетті, жолымызға кетті. Соған енді қатты көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Осы сапар болды. Сауалыңызға рахмет. Басқа сауалдар болмаса, осы сауалды тіркеп, есеп отырысында тиісті орындарға ресми түрде жолдауыңызды сұраймын. Құрметті депутаттар, басқа сауал болмаса, сөзді Емол Абдулхалиевна қатысуыңызды Құрметті депутаттар, құрметті Шақыржан Бекұлы, бүгін мәслихат сессиясында өзекті мәселелер қаралды. Облысымызды дамыту үшін өзекті мәселелер. Оның ішінде бюджетті нақтылау, бюджетте мәселелер іште 6 миллиард теңгеге айыппұлдардың есебінен баяндайды және былтырғы қалған артылған кірістердің есебінен қаралған қаржылар осы бағытта жоспарланып отыр. Одан кейін енді қазір өздеріңіз білесіздер, жаңа салық кодексі күшіне енді сондықтан қазір біз осы 31 наурыздың бойынша мамыр маусым айларында осы кірістерді толық талдау жасайтын болады. Сол кірістерді ұлғайту жөнінде тиісті шешімдер қабылдайтын боламыз. Одан кейін үлкен мәселе мемлекет басшысының бастамасымен басталған абайға құрмет акциясы аясында өңірлер облысымызда жаңағы өз байланысты нысандарды салуға қаржылар қазір бөле бастады. Оның ішінде бүгінгі күні бюджетімізде Алматы қаласының 4,5 миллиард теңге, солтүстік Қазақстан облысынан 928 миллион теңге қаржы келіп түсті. Сол жаңағы ғимараттарды салуға бағыттайтын боламыз. Одан кейін қазір Шымкент қаласы, Түркістан облысы, Астана қаласы, одан кейін Маңғыстау, Ақтөбе, Павлодар облыстары осы қаржыларды бөлу бойынша барлық облыстарында тиісті жұмыстар жасалды. Осы сәуір, мамыр айларында өздерінің нақтылауында қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Яғни осы отырғызуға басталған айқыннан жобалардың барлығы келесі жылы қаржы бюджеті басталады. Одан кейінгі екінші мәселе қалалардың сыртқы келбетін жақсартуға қатысты мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін облыстың даму жоспарына өзгерістер енгізіліп отыр. Оны өздеріңіз қолдадыңыздар. Одан кейін қаралып отырған мәселе туризмді дамыту мәселесі. Өздеріңіз бағана баяндаманы бәрін тыңдадыңыздар. Бұл жерде енді облыс әкімінің беру уәделерінің тапсырмасына сәйкес біз қазір туризмді дамыту өте облысымыз үшін басым бағыттың бірі. Алакөл бар, оның айласын дамыту. Соған байланысты Алакөлдің жаңағы келушілердің саны 20 мыңнан 75 мыңға дейін ұлғайту жөнінде біз қазір бас жоспар жасап отырмыз. Одан кейінгі үлкен мәселе, оны тек қана осы 2 ай пайдалануымыз, оның
айларында тұрақты түрде пайдаланып жүруде осы мәселелер шығарады. Өйткені қазір біз оның инфраструктурасын жасауға байланысты тиісті жобасының құжаттамаларды әзірлеуге қаржы бөлді. Ол жерде су, одан кейін электр желілері бар, одан кейін кәріз жүйесі бар, одан кейін жаңағы очистной сооружениесі бар, одан кейін полигоны бар. Осы мәселелерді бәрін толық шешу жөнінде қазір қаржыларын қарастырдық. Одан кейін ол жерде жаңағы жағажайды нығайтуға байланысты үлкен жоба, оның өзі жобасы металл құжаттамасы былтыр 29-ші желтоқсан мемлекеттік сараптамадан алынды. 15-3 миллиард теңге. Қазір республикаға ұсыныс берді. Су ресурстары министрлігі осы жобаны қарауға, оған қазір бізде келісім бар. Осыған бюджеттен қаржы бөлу жөнінде. Одан кейін екінші мәселе ескерілген қаржы бөлу жөнінде қазір мәселе көтерді. Үлкен қордаланған мәселе бұл, оның барлығын біз жергілікті бюджеттен шеше алмаймыз. Оған былтыр алғашқы рет 1 миллиард теңге қаржы бөлінді. Оған бірінші кезекте жұмыстар атқарылды. Биыл 2,4 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Осы бюджеттің нақтылауында тағы қаржы бөлінді сол жердегі жобаларға. Одан кейін үлкен жоба ол жерде электр энергиясы жетіспейді. Электр энергиясын биыл шешу жөнінде 270 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Қазір ағымдағы жөндеуіне бар осы секторда электр желілерін жөндеп, осы бар электр энергиясының қуатын тиімді бөлу арқылы биыл жылы мәселені шешсек деген жоспарымыз бар. Оның қазір жұмыстарын атқарып. Одан кейін екінші үлкен жоба жаңағы 72 километр, яғни бұл жерде жаңағы депутаттардың сауалы түсіп арасына байланысты. Бұл жерде тек қана 72 километр, тек қана линия емес, бұл жерде подстанцияның бәрін құрылысы қарастырылған. Сондықтан ол жерде тек линияның бағасы қымбат. Одан кейін үлкен мәселе, оны қазір СБМ-тен қаржы бөлу жөнінде біз ұсыныстар бердік. Премьер-министрдің арнайы кешкі шықты. Оны қарау жөнінде тиісті министрліктердің қолдауы, оны СБМ-тен қаржы бөлу жөнінде жұмыстар атқарылды. Одан кейін үлкен мәселе. Енді бізге келіп кететін адамдарға ыңғайлы жағдай жасау. Соған байланысты Үржардағы аэропорттың терминал қайта құруға байланысты көптен бері шешілмей жүрген мәселе бар. Сол СГМ-тен 6 миллиард ақша бөлініп отыр. Бұл мәселелердің бәрі облыс әкімінің тұрақты бақылауында, бұл мәселелердің барлығы тұрақты түрде осы мәселені шешуге жұмыс жасалады. Енді облысымыздағы жаңағы қордаланған мәселені шешу бойынша өздеріңіз білесіздер, президентіміз үнемі осы жолдарға бар жерде ой айтып отыр. Үкімет тарапынан толық қолдау бар. Біз қазір дер кезінде жобасымен құжаттамаларды жасап, дер кезінде ұсынуымыз керек. Одан кейін мына жерде жаңа бір сұрақтар болды, бюджеттің негізгі басымдық бағыттары. Соған да жауап берілмей болды. Бұл жерде негізгі басым бағыты өздеріңіз білесіздер. Ауыз су мәселесі. Өздерінің ауыз су мәселесін толық шешуіміз керек. Президенттің тапсырмасы. Соған байланысты негізгі қаржылар бөлініп жатыр. Бұл жерде су жоқ елдердегі суды шешу, одан кейін су бар елдердегі тозған су жүйелерін реконструкцияға қайта құру. Одан кейін үлкен мәселе жылу жүйелерін дамытуға байланысты. Оған да резервтің 2,5 миллиард теңге ақша бөлу жөнінде премьер-министр тапсырмасы шықты. Қазір қаулы дайындалып жатыр. Оған жергілікті бюджет, қалалық бюджетіміз 2,5 миллиард ақша бөлген. Соның 5 миллиардқа қазір Семей қаласындағы жылу жүйелерді қажетті жөндеу жұмыстарын жасайды. Одан кейін үлкен мәселе. Біздегі жаңа көптен бері қорғаланып келе жатқан теплословие бере алмаймыз. Жылу жүйесіне байланысты. Сондықтан қазір 15 миллиардқа осы 5 жобаны жүзеге асыру жөнінде қазір республикадан қолдау тауып, облигация арқылы жөндеу жұмыстары. Бұл жерде жаңағы 103А котельні нығайту, одан кейін жаңағы 35 котельні нығайту, одан кейін жүйелерді нығайтуға байланысты қаржы бөлінді. Бұның өзі біздің облыстың осы әлеуметтік экономикалық дамуын көп қолдау көрсетеді. Бізде ең үлкен мәселе инфраструктураға байланысты. Одан кейінгі үлкен мәселе қазір біз облыстың 5 жылдық даму жоспарын жасадық.
оның ішінде 3 жылда бюджеттен қаржыланған жобалардың тізбесін жасап барлық басты жобалар солардың жаңағы жоба сметалық құжаттамасын әзірлеуге қаржы бөлінді. Өйткені біз жыл сайын жоспарлы түрде бұл мәселелерді шешпейтін болсақ, ол жылда хаотично бір меморандум арқылы басқа арқылы жасалған жобаларды басқаларды сондықтан жүйелі түрде оны шешу жолдары қазір қаралып. Одан кейін үлкен мәселе Семей қаласын дамыту, Семей қаласының жаңа келбетін жасау. Облыс әкімі Бердібайұлы тапсырма берді. Қазір 100 аула мәселесін шешу, 100 көше мәселесін шешу. Осы жыл сайын осы соңғы жылда Семей қаласын дамыту бойынша негізгі күшті жұмсайтын болады. Одан кейін мәселе жаңа әкімшілік іскерлік орталығы, жаңағы айтқан аймақтардан келіп жатқан қаржының негізгі бөлігі осы іскерлік жаңа әкімшілік іскерлік орталығы салынатын болады. Сондықтан сол жерде инфраструктура жасаймыз, сол жерге тиісті бағыттарды. Одан кейін үлкен мәселе қазір бізде бұл тұрғын үй мәселесі, тұрғын үй құрылысы. Осыған байланысты біз қазір жаңа арнайы аумақтарды ашу, оның инфрақұрылымын шешу, сол арқылы көп қабатты үйлерді салып, біз жаңағы кезекте тұрған кезекті азайтуымыз. Оған байланысты нақты жоспарлар бар. Оған республикадан қосымша қаржы бөліну жөнінде біз қазір жұмыс жасалып, осыны жүзеге асырады. Енді үлкен мәселе бізде білім саласының денсаулық сақтау саласы. Оның өзінде біз енді аудан қалаларда біршама жағдайлар жақсы, ал енді Семей қаласында мектептердің жағдайы, емханалардың жағдайы сондықтан оны шешу бойынша да біз арнайы жобасымыздың құжаттаманы дайындауға қазір қаржы бөлдік. Оның барлығы енді осы уақытқа дейін күрделі жөндеудің барлығы қаржының көлемінде ғана жаңағы әр бағыттар бойынша ғана жасалған, біреуінде крышасын жасаған, біреуінде жылу жүйелерін жасаған. Ал енді осындай комплексный шешім жөнінде күрделі жөндеулерді комплекс жасау жөнінде шешім қабылданып, осы бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Ал енді одан кейін үлкен мәселе өздеріңізге қарап отырсыздар, басқару схемасына өзгерістер енгізу бойынша бұл жерде қазір екі жаңа басқарманы құру ұсынылып отыр. Ол бірінші су ресурстары ирригация басқармасы, екінші балалар құқықтары қорғау басқармасы қолдарыңызда рахмет. Енді су ресурстары бойынша келетін болсақ, біздің Абай облысының мысалы потенциалы өте жоғары. Біз суландырған жаңа егіс көлемі 2 есеге дейін қазіргі кезде 113 гектар жер болатын болса, соны қосымша 134 мың гектар жерді қосымша қосуға мүмкіншілік. Су ресурстары министрлігімен қазір 6 су қоймасын салу бойынша 250 миллион суды водохранилище салуға байланысты қазір жоспарымыз бар. Оған байланысты барлық тиісті құжаттарды дайындалып жатыр. Алдағы жылдары 2 қойманың құрылысын бастау жоспарланып отыр. Және сол сияқты Ертіс өзенінің суын біз ауыл шаруашылығына тиімді пайдаланамыз. Осының бәрін жүзеге асыру үшін арнайы басқарма арқылы сондықтан жаңағы осы міндеттерді жүктеуді жоспарланып. Ал одан кейін екінші мәселе балалар құқықтарын қорғау. Ол өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде әлеуметтік мәселе. Әрбір ата-ана үшін өте маңызды мәселе осы балаларды басқармасы құратын боламыз. Енді осы мәселелердің бәрі өзекті, сондықтан осының барлығы өздеріңіз қолдап, осы барлығы бірге жұмыс атқарып жатырсыздар. Қорытынды ұсынып отырған бастамалар өңірдің әлеуметтік дамуына тың серпін беріп, халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған нақты қадамдар болып табылады. Осы орайда аталған мәселелер бойынша қабылданатын шешімдер облыстың тұрақты дамуы және алға қойылған міндеттерді тиімді өз-өзін қызмет етіп сенемін. Бірлескен жұмысымыздың нәтижесінде барлық жоспарланған міндеттер сапалы әрі тиімді жүзеге асырамыз деп үміттенемін. Рахмет.
назарыңызға көп рахмет. Аман сау болыңыз. қайырлы звонды. Recording stopped. сөз сотыңызға қатып қалдық болып кеттіңіз,